көбімізді тағдыры қоспайды, анамыз қосады, әкеміз қосады, немесе алқаш оқиғасы қосады. Сол ескі әдеттен арылу үшін жастардың өз еркіне беріп, бүгін біз қаламаймын бағдарламасын бастағалы отырмыз. Біздің бағдарламаға хабарласып, біздің қатысушыларды жақсылап қырылыстырған көрерменімізге ерекше арнайы сыйлығымыз бар. Ол менің қолтаңбам қойылған арнайы баклажканың қақпағы. Және де біздің ерекше бендіміз Мимино бенд. Олай болса бастайық. Кеше Инстаграм парақшасында қарасам, Ақерке, сені кальян шекті дей ме, темекі шекті дей ме, не шеккенің белгісіз. Сол қазақ қызына лайық іс па? Қазақта мақал бар, түтінің түзу үшін дейді. Оның не қатысы бар? Жоқ, менің айтайын дегенім, мен кальян деген дүниені бұрын түсінбейтін едім. Бірақ рет шектімде тоқтай алмай қалдым деппін ғой. Мен қазір шегіп жүрген жоқпын, қойып кеткенмін. Ақерке шекті ғой шекті. Инстаграмда көріп қазақ кальян шегіп отыр. Иқтылана түтін шығып отыр. Мынау шегіп отыр. Кальян шегіп отыр қазақтың. Шәке мен қойып кеткенмін. Тынышталайық. Осы жайында Сабираның айтары бар екен, ал Сабира? Мен айтам да, айта салмас шындықты айтар. Мысалға мен айтам өзім беткені. Айтам, айтам қоям. Мен осыға өте шындық. Сендер атқан білен байсыңдар, көкпар тарта алмайсыңдар. Сондықтан сендер әлсізсіңдер. Сендер ерке екендер түнде дәлелдей алмайсыңдар. Өте сендер сондайсыңдар. Сабира, үнемі сен жігіттерге айтасың, еркек емессің дейсің да мысалға. Мен Шәкеннің орында болғанда Сабираның аузына жіберетін едім. Дұрыс па, Шәкен? Шамың десеңіз, шамың біз келеді. Шәкен, бүкіл Қазақстанның көзінше, бүкіл елдің көзінше саған еркек емессің дейді. Сен еркек екеніңді қалай дәлелдейсің? Осы сұрақ қойдым. Маша апай. Маша ханым дейміз. Маша апай. Осы сұрақ қойдым, еркек екенін қалай дәлелдейсің деп сұрақ қойдым. Қалай дәлелдеймін? Сұрақ қойдым, осы еркек екенін қалай дәлелдейсің? Қалай дәлелдеймін? Не алайын? Жүгіріп өтейін ба? Сабира, сенікі дұрыс емес, сенікі пиар ашын. Сабира, еркек екендерін түнде дәлелдей алмайсыңдар, әлсізсіңдер. Сен ба мен сүттетіп отырсың? Шәке қойдың саған да. Айырам емес сен Шәкеде. Сабира, Шәкен деймін, қайт орныңа. Орныңа қайт. Қойыңдаршы, қорқып жатырмын, қойыңдаршы. Қорықпашы, саған ешкім қарамай отырамыз. Пиар. Шәкен, сен сөйле или мен сөйлейін? Кезікпе сөйлейін. Ақерке, неге көзін ақ деппін ғой? Неге жылап отырсың? Қазақта мақал бар, жыламаған балаға не айтып кеттім мен? Мен шынайы эмоциямен жылап жатырмын. Бұл шынайы бағдарлама. Пиар сен, Ақерке. Біз бәріміз біреудің баласындай тәтті болу керек. Қойшы, сенің арайын болмай қойды. Бізден халық өнеге үлгі тәрбие. Ақерке, тынышталайық. Байзеп не орын басқа несеп? Мен өзім жарымды істеп Тынышталайық. Тағы да айта кететін нәрсе, Сабира, сен үнемі жігіттерге айрам дейсің. Айрамайды, есмейді. Бірақ айралмайды, дұрыс айтасың, Шәкен. Айрамайды. Сабира, Шәкен, қайт орныңа. Шәкен. Қойыңдаршы, қорқып жатырмын, қойыңдаршы. Қорқсам қайтсайын, не деп отырсың? Шәкен, сендерге айтатын бір нәрсем бар. Бұлай ары бері жүре бергенше плотно бір төбелесіп алыңдар. Ал, Нәби, үнемі бағдарламан басынан бастап пікір айтып отырушы едің, бүгін үндемей қалдың. Не болды? Нәби. Негізі дүние қу бірағын су деп атам айтқанда біз негізі көшіп келген сұлтан тұрып жағдайымыз болайық.
туысқандарымыз келейін неге? Қазір кімнің әулеті? Оразбайдың әулеті болмады. Пікіріңдесе сен мекір алып тұрмыз. Пікіріңдесе сен мекір алып тұрмыз. Енді әртүрлі отбасы болады. Бека, влажный салфетка әкеп берші. Мынау не абзал? Бұған не қатысым? Сен жылай тәңірметтің бе? Неме жылап жүр? Сен неме жылап жүр? Ал олай болса, бағдарламамыздың ең қызық сәтіне де келіп жеттік. Бүгін біздің қатысушыларымызға үміткер келіп жетті. Кел! Бір мейі жоқ біреу көріп десеңші. Шәкен, шығып кетесіңіз. Шәкен! Өздерің шығып деген шоу жасататын. Ол үміткеріміз осында отырған ең сұлу біздің бойжеткенімізге, қызымызға Ақерке айналайын. Саған емес отыра ғой. Саған емес отыра бер. Осында отырған үнемі көп баршы жігіт керек, маған шабандоз жігіт керек деп айтушы едің, Сәбиражан. Үміткер, саған келдім. Мимино бен. Қошемет. Қандай балдар жинамағансың, қыз сияқты балдар жинамақсың ол. Амандассам қолдар пытыр еді. Неме деді үшін? Бізге келген үміткеріміздің есімі өзі секілді ерекше. Серке Тартқан. Серке Тартқан, таныстырып өтіңіз өзіңіз толық. Менің атым Серке Тартқан. Әкемнің аты Өгіз Тартқан. Енді маған бір нормаль тіл қартатын ұл туперді қатын керек. Мен қатсыздық кеп отырым. Қатсыздық кеп отырым. Таңғарам осы бағдарлама таңғарам. 8 ай болды сөйтіп жүргендер. 8 ай болды. Бай алмайды, құдай алмайды мал сияқты бәлелер. Үйленіп тынбайды. 8 минут уақытым жоқ. Үйдегілер мал сойып түсіп отыр. Қатын алып кету керек мен. Қақыраз беріңіз. Бай сұрап ұтқан біреу барады десе қазір. Шәкен. Кезекті сөйлеймін, Машапай. Сәбира, сен армандаған жігіт келді. Енді Серке Тартқанға қандай сұрағың бар? Менің сұрағым бар. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Неде? Қай жерде жұмыс істейсіз дейін? Қақта сөйлеп жатыр, көрсем. Серке Тартқан. Сізге қай жақта жұмыс жасайсыз деп жатыр, Сәбира. Шырағым, мен еш жерде жұмыс істемеймін. Астанада Шырағым жерде Атбасарда 8 пазендам бар. Қабанбайда 10 пазендам бар. Қазақта деген сөз бар. Асық ойнаған азат, дол ойнаған тозар дейді. Мен тек қана мал бағам. Ләнат жұмыс істеп, мал жетеді құдайға шүкір. Тағы бір сұрағым бар да, мысалы еркемін да, мен еркелігін көтересіз ба? Шырағым, тағы да айтамын. Сен сияқты асаулардың аузын айыртып жүген салып, жайдақ шаққан мен неден тұрсыз сен маған не? Маған ше айырам дедің, одан жатып ше. Сәл шыда, айырам. Ал, Серке Тартқан. Сәл шыда, айырам. Арман солай ғой айырам. Кезектесі сөйлейік, Шәкен. Сөйлей берсеңші, Машапай. Бағдарламаға шоу пия. Серке Тартқан, сонау жерден келгеннен кейін Сәбираға деген бір сұрағыңыз бар шығар. Не айтасыз? Ешқандай сұрағым жоқ. Просто осы қаламай бағдарламасын көріп отырамын да, тағы да бұл бағдарлама 3 сағат болады ғой. Осы Сәбира сөйлесең, телевизордың бәрі ду-ду деп қала береді. Мен қалай телевизор лақты жіберді станциядан деп. Мен жауап беріп өтейін, я? Мен бұл кезде бір әңгімені айтып жатырмын. Сенің да дейдім. Аузын айыратын қап деген наның ше. Серке Тартқан. Так, есіңіз келмеді сіздің медведпен? Маша ханым. Маша ханым, ырза болдым сізге. Тура біздің ауылды сиырлар ұқсап бір құлаңызға сағат ағып сойып. Айналайын, Серке Тартқан, бұны біздің қалада мода дейді. Енді сіздер малмен мал болып кеткеннен кейін білмейтін шығарсыздар. Опа! Онда біздің ауылды сиырлар сіз сияқты модада жүреді. Ал, Ақерке, мына 2 малға, ойбай 2 мал дептім ғой. Біздің үміткерлерімізге және қатысушымызға қандай пікірің бар? Менің үміткерге сұрағым бар. Атыңмен не тартқан деді?
Серке тартқанға сұрағым бар. Қазақта мақал бар. Атың шықпаса жер өте деген. Сіз Сәбираны шын жақсы көріп сүйіп келдіңіз бе, жоқ әлде атыңыз шығарайын деп пиар үшін келдіңіз бе? Изолятор. Пиар, сәбіз. Ондай түсінбеймін мен, не айтып отырсың сен? Маған мал жайлы, жылқы жайлы, көкпар жайлы. Қандай жептің көкпарда не? Мама, тағы бір келесі сұрағым бар. Қазақта мақал бар. Отан оттандастық дейді. Сәбира қаланың қызы, ерке қыз. Егер үйленіп жатсаңыздар, Сәбира қалада тұрам десе, қалаға көшіп келер ме едіңіз? Сенікі артық или кем негізі? Есігін дұрыс па сенің? Атбасардағы үйір жылғы атар қойып соны Астанаға көшіріп айдап келуім керек пе? Сыймайды ғой, өздеріңіз зорға үй алдырған кезде. Мен бұлардан жүктің иісі шығып тұрған жоқпын. Жүктің иісі шығып тұрған жоқ. Иә, жүктің иісі жоқ, малдың иісі шығып тұр. Жүк көріп тұрған жоқ, жүк көріп тұрған жоқ. Ал біздің бағдарламаға келіп түскен қоңырау бар екен. Тыңдап көрейік. Алло, иә. Алло, көке, тыңдап тұрмыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Бұл хабарласып тұрған оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласынан Әбсемет деген көкелерің. Маша қызым айналайын. Бұл бағдарламаларың не тәрбие, не өнеге береді жастарға, бәрімізді ұл-қыз өсіріп отырған жандарымыз айналайын. Анау қатысып отырған тепсе темір үзетін жігіттер, өзіміздің қарагөз қарындастарымыз, қыздарымыз отыр. Ол заманда бұл заман қыздың жігіт іздеген, қыздың бай іздеген қайдан көрдіңдер сендер, Мөңке бидің бір сөзі бар. Ақыр заман болғанда су тартылар, қарап тұрған жігітке қыз асылар деген. Менің ақылымды тыңдасаңдар, бұл бағдарламаны жағыңдар қарақтарым. Алло. Байланысты үзе салған жақсы болды деп ойлаймын. Көре алмайды. Сәбира? Мен шымылдықты ашам деп шештім. Керемет, мимино бен. Қошемет. Жануар, 6 ай мінсеңде азбайдың атын ғой. Алам болды, алам. Алам деген сені шықмамай изолятор. Серке тартқанның Сәбираға деген романтикалық сыйлығы бар екен. Бека. Бар жаным. Ой, есен, как романтично. Романтично емес, просто магазинге бардым, Сабираға берші. Нормально сыйлық, 8 марка деймін. Осыны беріп жіберді, ұқсайды деп. Рахмет, мен сырласу бөлмесі барам деп шештім. Тоқта! Не аласың сырласу бөлмесі? Отырайық сол, арбағыңдар жібірайын. Жаным, алдыма түсі. Екеуміз қой боранда, айналанда, айқайласып тұр, малмен сырласақ дейсің. Қаламаймын да, бұрын соңды бұндай оқиға болған емес. Бірден үйленіп кету деген. Енді біз жұлдызды қонақ шақырдық, бірақ жұлдызды қонағымыз келмеді, духы жетпеді, таяқ жеп қалам деп қорықты. Енді нәби айналайын, сенің бір хитаның бар еді, орындаймын. Маша ханым рұқсат болса ішімдегіні айтып алайын деп едім. Айт. Мен шешеме ашыламын.